Түгелбаева Гүлдерай Ташмахан-қызы 1989 жылы 21 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Өзгерт ауылында дүниеге келді. Осы ауылдағы номері 245 Ақсуат орталау мектебін өте үздік жақсы бағаменен бітіріп, 2006 жылы ұлттық бірыңғай тестке қатысып, ол тесттен 106 балл жинап, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің білім грантын жеңіп алдым. 2006-2010 жылдар аралығында осы университетте білім алып, ол университетті қызыл дипломмен бітіріп шықтым. 2010 жылдың қазан айынан бастап номері 52 Бегайдар Аралбаев атындағы орта мектебінде физика пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарып келемін. Осы жұмыс атқарып келатқан 2010-2016 оқу жылдарының аралығында көптеген мақтау қағаздарменен, атап айтар болсам, 2010 жылы осы мектепішілік алғыс хатпенен 2011-2012 оқу жылдары аралығында аудандық білім бөлімінің алғыс хатыменен оқушыларым ұлттық бірыңғай тестте жоғары көрсеткіш көрсеткені үшін мақтау қағаздарменен марапатталдым. Қазіргі таңда 2015-2016 оқу жылында 4 оқушыны ұлттық бірыңғай тестке физика пәні бойынша дайындау үстіндемін. Атап айтар болсам, олар Бектұрсынов Саят, Ертас Аян, Рахым Ерболат және Бегахмет Алтыбек атты менің шәкірттерім. Құрметті достар, бізді қазір Гүлдерай апай ұлттық бірыңғай тестке дайындау үстінде. Жалпы бізді 21 ғасырдың нағыз азаматтарына тән білім нәрімен сусындап дайындау үстінде. Жалпы біздің алдымыздағы үлкен сынақ ұлттық бірыңғай тестке осындай білмеген жерімізді үйретіп жатқан Гүлдерай апайға үлкен рахмет. Бүгінгі жыл мұғалімі 2016 байқауында осы жарыста апайымызға үлкен сәттілік. Түгелбаева Гүлдерай 2010 жылдың қазан айынан бастап осы мектепте физика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарады. Қызмет атқарған жылдан бастап оны оқытқан шәкірттері облыстық олимпиададан және өзінің 6 жыл бойы дайындап жүрген физика пәнінен таңдаған оқушылары мемлекеттік грантты иеленуде. Әріптесім Гүлдерай 2016 жылдың жыл мұғалімінің байқауына қатыспақшы екен. Сол байқауға бас жүлде алады деп сенім білдіремін. Әріптесіме сәттілік тілеймін. Біздің сыныпқа жетекшілік ететін Түгелбаева Гүлдерай апай бізге бар қателігімізді жөндеп, бар білген бізге аямай айтып жүретін адамдардың бірі. Біздің Гүлдерай апай бізге екінші анамыздай болып кеткен адам. Гүлдерай апай 2016 жыл мұғалім сайысына қатысқалы отыр. Біз сынып болып Гүлдерай апайға сәттілік тілейміз.